Сізге бүгін бір сұрақ қойын. Егер бір отбасыда бала болмаса, кінәлі кім? Әйел ме? Әлде ер адам ба? Әлде біз бұл сұрақты мүлде қате қоямыз ба? Көп жағдайда жауап бірден дайын. Әйелде проблема бар шығар. Бірақ, егер бұл шындық болмаса ше? Бүгін біз ауыр бірақ өте маңызды тақырыпты қозғаймыз. Бұл үнсіз айтылатын, бірақ жүректерді жаралайтын тақырып. Қазіргі таңда көптеген жұптар бастапқыда бала туралы ойламайды. Неге? Олар әлі ерте дейді. Солай ғой. Әлі дайын емеспіз дейді. Алдымен үй жасаймыз. Жұмыс, жағдай дейді. Жиі кездеседі ғой бұл сөздер, иә? Алдымен өзіміз үшін өмір сүріп алайық дейді. Жылдар не істейді? Әрине өтеді. Сосын бір күні олар дайын болады. Бірақ сол кезде бәрі ойлағандай оңай болмайды. Зерттеулерге қарағанда әлемде әр 6-шы жұп бедеулік мәселесіне тап болады. Бедеулік дегеніміз енді түсінесіз деп ойлаймын, бала көтермеу. Иә, бұл сирек жағдай емес. Бірақ ең ауыр нәрсе. Медициналық мәселе емес. Ең ауыр нәрсе айыптау. Көп жағдайда бірінші күдік кімге түседі? Әйелге. Сенде проблема бар шығар. Неге бала көтермейсің? Біздің әулетте ондай болмаған. Осындай сөздер кейде ашық айтылады. Кейде үнсіз көзқарастар арқылы білдіреді. Бірақ шындық қандай? Медицина не дейді? Статистика бойынша бедеуліктің себептері шамамен былай бөлінеді екен. 40% әйелден, 40% ер адамнан, ал 20% екеуіне де немесе белгісіз. Яғни, бұл тек әйелдің мәселесі емес. Кей кезде ер адамның денсаулығы болмаған үшін әйел көтере алмайды. Сондықтан бұл жерде 40% тұр. Мен бір отбасыны білем, достар. Олар ұзақ уақыт бойы бала күтіп жүрді. Жылдар өтті. Үміт күтумен өтті. Бірақ нәтиже болмады. Күйеуі іштей сенімді болды. Мәселе кімде? Әйелде әрине. Туыстар да солай ойлады. Әйелге ауыр сөздер айтылды. Жанама түрде кінә тағылды. Біздің арамызда, болмаса таныстарымызда бұндай жағдай кездеседі. Әйел бала көтере алмайды. Кейін күйеуі бірінші кім енді жанында жүрген? Күйеуі оны кінәлай бастайды, неге сен бала көтермейсің деп. Жаңа алдын айта кеткендей, туыстары біздің әулетте ондай болмаған деп. Саған не болған деп. Бір күні сонымен жаңағы отбасыда әйел шешім қабылдады. Мен тексерілемін. Ол толық медициналық тексерістен өтті. Нәтиже оның денсаулығы жақсы болып шықты. Содан кейін күйеуіне кезек келді. Және сол кезде шындық ашылды. Мәселе күйеуінде болған екен. Осы жерде көп отбасы не істер еді? Ойларыңызды, пікірлеріңізді комментария жазып кетсеңіздер. Бұндай жағдайда жанұялар не істейді? Кейбіреулер тексерілместен бұрын біраз мәселелер болады. Кейін тексерілістен кейін тағы бір мәселелер пайда болады. Ол қандай мәселелер? Айыптау басталар еді. Сен кінәлісің. Сен мені алдадың. Мен басқа өмірді таңдаймын. Кейбіреулер бұл жағдайда ажырасады. Кейбіреулер үнсіз алыстайды бір-бірінен. Бір отбасыда өмір сүреді. Сырттай бәрі жақсы, бірақ бір-біріне суып кеткен. Бірақ бұл отбасы басқа жолды таңдады. Олар бір-бірін кінәлауды емес, бір-бірін қолдауды таңдады. Иә, бастапқыда күйеуі мәселе әйелінде деп ойлады. Кейін мәселе ода өзінде болғанын біліп, бұл отбасы бір-бірін кінәламады. Екеуі бір тұтас боп, бір-бірін қолдауды таңдады. Олар өздеріне сұрақ қойды. Біз бала үшін өмір сүреміз бе, әлде бірге өмір сүру үшін бе?
Жауап оларды жаңа шешімге алып келді. Қандай шешім? Олар балалар үйіне барды. Сол жерде олар бір кішкентай қызды кездестірді. Жүректері жылып кетті. Бірақ кейін олар бір жағдайды білді. Оның кішкентай інісі бар екен. Олар бір баланы алып кетеміз деп ойлаған еді. Ол қыз жаңағы олар ұнатқан інісісіз ешқайда бармайын деп шешті. Сол сәтте олар тағы бір шешім қабылдады. Жаңағы отбасы екеуін де қабылдады. Мінекей, жылдар өтті. Жаңағы отбасының балалары өсіп қалды. Сүйіспеншілікпен өсті, қамқорлықпен өсті. Және ең қызығы, көп адамдар айтатын болды оларға: балаларыңыз сіздерге қатты ұқсайды екен деп. Қан жағынан емес, бірақ жүрек жағынан. Мінезі, тәрбиесі, көзқарасы. Енді түстері кішкене қаралы болғанымен, жаңағы отбасының балалар да ашылау емес, қатты қара емес. Түстері де сол өздерінің туған балалар сияқты болып көрінді. Бір ата-анасына ұқсап. Бұл шынайы керемет емес пе, достар? Бәлкім, сен де қазір осы ауыр кезеңнен өтіп жатқан шығарсың. Бәлкім, сен де түнде үнсіз ойланып жатқан шығарсың. Неге бізде бала болмай жатыр деп. Неге бала болмай жатыр деп ер адам ойлайды. Әйел де сол ойлайды. Бірақ жиі түнде жылайды әйел кісілер. Не болды деп, біздің не кінәміз бар деп. Әр отбасының жолы әртүрлі. Біреулер ұзақ емделеді. Және бір күні қуанышты хабар алады. Ал біреулер күтпеген жерден Құдайдың ерекше жолымен бала сүйеді. Біреулер осы отбасы сияқты біреудің өміріне жарық болады. Бірақ бір маңызды шындық бар. Сен жалғыз емессің. Құдай сенің ауырлығыңды көреді. Сенің көз жасыңды да көреді. Келелі жазбада былай делінген Құдайдың сөзінде: өйткені сендерге деген ниетім өзіме аян. Сендерге қасірет емес, амандық пен тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт сыйлайтын ниетім бар деп нығайтады жаратқан ие. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, Құдай сенің өміріңді ұмытқан жоқ. Ол сенің тарихыңды жалғастырып жатыр. Бәлкім сенің жауабың әлі келмеген шығар. Бірақ бұл жауап жоқ деген сөз емес. Кейде Құдай жауапты кешіктірмейді. Ол жауапты дайындайды. Егер сен жүрегіңде ауырлық сезінсең, үнсіз қалма. Құдайға айт. Қарапайым сөздермен: «Я Раббым, маған көмектесе көріңізші». Және сен көресің, жол біртіндеп ашыла бастайды. Егер сен жалғыз сезінсең, бізге жаз. Біз сенмен бірге дұға жасай аламыз. Себебі кейде ең үлкен керемет жалғыз емес екеніңді түсіну. Достар, бейнежазбаның бетінде және де бейнежазбаның астында сілтеме бар, біздің WhatsApp нөмірге. Соған хабарласып жазсаңыздар, достар. Біз сіздермен бірге қарапайым сөйлесіп, қосымшама анықтама беріп, егер де сіз дұға ете алмасаңыздар, кейбір адамдар формалды түрде дұға етеді. Нағыз шынайы дұға еткіңіз келсе, біз сізбен бірге және сіз үшін дұға етуге дайынбыз. Бізбен бірге хабарласыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркелулеріңізді сұраймыз. Лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға қалдырып кетіңіздер. Келесі жолға дейін сау, сәлемет болыңыздар. Сіздермен бірге болған бақытты жүрек бағдарламасы, достар.